бүгінгі ең басты мақсатымыз. Тек білімді беріп қана қоймай, олардың бойында адалдықты, жауапкершілікті, әділдікті және еңбекқорлықты, заң мен тәртіпке құрметпен қарауды көздеп отырмыз. Vaqtimiz bitdi, debatimizni bastaymiz. Біздің фракциямыз жалын барда Жеңіс бар. соның нәтижесінде оқу сауаттылығы да төмендейді. 2026 жыл цифрлық даму жылы деп атады. Өйткені ата-аналар балаларын өмірін бізге сеніп тапсырғаннан кейін, біз мұғалімдер ата-аналарды үмітін ақтауымыз керек. Менің есімім Шамхан, шыдамдымын. Он саусақтан өнер тамған, көмейінен ән ақтарған, көңілі кең Дария, менің атым Әлия. Мен Ырысдәулет Ырыстымын. Керемет, тамаша мұғалім, тағы күшті мұғалім, мінсіз мұғалім, идеал мұғалім, үлгілі мұғалім деп көптеген сөздермен айтуымызға болады.